Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге восточный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. 300 грамм ұнымызды алып, 50 грамм қант, бір ас қасық қопсытқыш, 150 грамм сливочное масло, бір жұмыртқа. Енді бәрін араластырып, жақсылап қамырымызды елеп аламыз. Қамырымызды елеп, 20 минутқа холодильникке тындырып қоятын боламыз. Енді оқтаудың көмегімен осылай қамырымызды жайып, формамызға салып, артық жерлерін қазір пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламын. Осылай кесіп алып тастап, формамызды дайындап алатын боламын. Мен алдын ала туралған сухофруктыларымды салып, осылай салып, реттестіріп, үстіне бір банка сгущенканы құйып, 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп алатын боламын. Міне восточный пирогымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызға бөлісе кетіңіздер.